Саламатсыздар балалар, бүгін математика сабағынан 3-ші сынып 85-ші сабаққа келдік. Сабақтың тақырыбы 17 көбейту 5, 84 бөлу 4 түрінде кестеден тыс көбейту және бөлу. Бірінші тапсырма: өрнектерді мәнімен сәйкестендіріп, әр картинаның қандай бояумен салынғанын анықта. Бірінші 14-ті 11-ге көбейтеміз. 154. Қысқы бақ акрилмен боялған екен. Келесі 22 көбейту 11 242 акварельмен боялған екен. Көкжайлау. Үшінші 42 көбейту 11 462 шығады. Бұл Венеция картинасы темпера деген бояумен боялған екен. Келесі 35 көбейту 11 тең болады 385 гуашьпен боялған екен. Наурыз картинасы. 23 көбейту 11 253 шығады. Арғымақ картинасы майлы бояумен боялған екен. Келесі тапсырмаға көшеміз. Қалай есептелгенін түсіндір. Бұл жерде сіздерге көбейту және бөлудің оңай жолы көрсетілген. 17 көбейту 5 10 қосу 7 17 болады, дұрыс па? Және көбейту 5. Мына жерде таратып көрсетілген. 10 көбейту 5, 7 көбейту 5 және 10-ға 5 көбейтеміз 50, 35, 85 шығады. Осыған қарап келесі тапсырмаларды орындаймыз. 17 көбейту 3. Үшінші тапсырма. Бұл жерде бит жазамыз. 10 көбейту 3 қосу 7 көбейту 3. 7 көбейту 3 тең болады 51. Келесі 4 көбейту 19. Бұл жерде таратып жазамыз. 4 көбейту 10 40 болады. Және 4 көбейту 9 36 тең болады 76. Тең болады 76. 4 көбейту 14 тең болады 56. 930 бөлу 3 310. 310 300 бөлу 20 тең болады 15. 600 бөлу 5 тең болады 120. 680 бөлу 2 340. 480 бөлінген 40 тең болады 12. 13 көбейту 5 10 көбейту 5 қосу 3 көбейту 5 тең болады 65. 240 бөлу 4 тең болады 60. 500 бөлу 20 тең болады 25. 900 бөлу 2 тең болады 450. Келесі тапсырма. Төртінші тапсырма. Бұл жерде 450-ді 5-ке бөлеміз 90. 720-ны 90-ға бөлеміз 8. Мынадан 90 шығады. Мына жерден 8 шығады. Тең болады. Екеуін қосамыз 98. Келесі 580 алу 810 бөлу 9 қосу 210. Бұл жерде біз бірінші мына қатарды орындап аламыз. Бұл жерде 490 шығады бізде. 490-ға қосамыз 210-ды. Тең болады 700. Келесі есепті дәл осылай орындаймыз. 480-нен 390-ды аламыз. 90 шығады. 248-ге 80-ге бөлеміз 3 шығады. Тең болады 93. 12-ні 3-ке көбейтеміз 36. 60-ты 4-ке бөлеміз 15. Тең болады 51. Келесі 640-тан 70-ті аламыз. Көбейту 8 қосу 241. Бірінші мына графаны орындаймыз. Бұл жерде бізде
80 шығады. 80-ге 241-ді қосамыз. 321 шығады. 321. Келесі 70 бөлу 15, 14. 25 көбейту 2, 50. Мына есептің мәні тең болады 64. Келесі тапсырмаға көшеміз. Боялған тіктөрт бұрыштардағы сандарды қима қағазға жаз. Басқа қима қағаздарға осы сандарға көршілес сандарды жаз. Қима қағаздарды араластырып, оларды кему ретімен орналастыр. Сандардың бәріне сипаттама бер. Сандардың біріне сипаттама бер. Енді бұл жерде сіздерге үлгі көрсетілген. 300, 301, 302, 606, 606, 607, 608, 805, 806, 807 болады. Келесі 508, 508, 509, 510, 369, 369, жоқ, 369 емес. Кешіресіздер. 469, 469, 470, 471. Келесі 406, 406, 407, 408. Өз қызық есіп екен, балалар? Келесі бірінші бағандағы мысалдарды есептеу тәсілін түсіндір. Осы біліміңді пайдаланып, екінші бағандағы мысалдарды қалай есептеуге болады? Келесі тапсырма 204 көбейту 2. Ары қарай жалғастырамыз. Мына жерде көрсетілген сіздерге 204 көбейту 2. Осыны дәл осылай қойып шығамыз. Енді екіншісінде бөлу берілген. 400-де 2-ге бөлеміз 200, 8-де 2-ге бөлеміз 4 болады. Сонда бізде мына жерде 204 шығады. 204. Енді дәл мынандай қылып жазып шығамыз. Мына екі есепті де түсіндіре отырып есепте. 304-ті көбейтеміз 2-ге. Бірінші 4-ті 2-ге көбейтеміз 8, 2-ні 0-ге көбейтеміз 0, 2-ні 3-ге көбейтеміз 6, 608 шықты. Келесі 5-ті 2-ге көбейтеміз 10, мына жеріміз 0 болады, сол үшін 1-ді түсіреміз да, 5-ті 1-ге көбейтеміз 5 шығады, 510. Осылай есептейміз. 204 көбейту 4. 4 жердегі 4-ім 16. Ортадағы сан 0 болғандықтан біз 1-ден 16-ны жазамыз. Өйткені 4-ті 0-ге көбейтсек 0 болады да, 16-ның бір санын түсіреміз. Сондықтан 16-ны 1-ден жазамыз. 4 жердегі 2-ім 8, 816. Енді 102-ні 2-ге көбейтеміз. 2 жердегі 2-ім 4. 0-дің өзі түседі, мына жерге 2 түседі, 204. 604-ті бөлеміз 2-ге. 4-ті 2-ге бөлеміз 2, 0-ді 2-ге бөлеміз 0, және 6-ны 2-ге бөлеміз 3, 302. 5-ті 5-ге бөлеміз 1, 0-ді 5-ге бөлеміз 0, 5-ті 5-ге бөлеміз 1, 501. 804-ті 4-ге бөлеміз 4-ті 4-ге бөлеміз 1, 0-ді 4-ге бөлеміз 0, және 8-ді 4-ге бөлеміз 2. 802 бөлінген 2, 2-ні 2-ге бөлеміз 1, 0-ді 2-ге бөлеміз 1, 8-ді 2-ге бөлеміз 4. 8-ді 2-ге бөлеміз 4. Келесі тапсырма. Бірінші бағандағы мысалдарды есептеу тәсілін түсіндір. Осы білімін пайдаланып, екінші бағандағы мысалдарды қалай есептеуге болады? Енді екінші бағанның есебін жаза кетейін сіздерге сразу. 200 көбейту 2 қосу 40 көбейту 2 қосу 2 көбейту 2 тең болады
484. Келесі. Мынаныкі шықты. Енді мына келесін жазамыз. 400 бөлу 2 қосу 80 бөлу 2 қосу 4 бөлу 2 тең болады 242. Келесі түсіндіре отырып есепте 314-ті 2-ге көбейтеміз. 4 жердегі 2-іміз 8. Бірінші мынаған көбейтеміз. 4 жердегі 2-іміз 8. 1 жердегі 2-ім 2. 3 жердегі 2-ім 6. Осылай көбейтіп шығамыз бірден. Өйткені бұларды бір-біріне көбейткен кезде бір таңбалы сан шығады. Егер де бір-біріне көбейткенде екі таңбалы сан шығатын болса, оның алдыңғы санын ойда есептеп тұрамыз. 111-ді 5-ке көбейтеміз. 3 1-ді бірден 5-ке көбейтіп шығамыз. Біртіндеп 5 және 5 мынаны көбейтеміз және 5 555. Енді 4-ті 1-ге көбейтеміз 4, 2-ні 4-ке көбейтеміз 8, 2-ні 4-ке көбейтеміз 8 884. 2-ні 2-ке көбейтеміз 4, 3-ті 2-ке көбейтеміз мына жер 4. 3-ті 2-ке көбейтеміз 6, 1-ді 2-ке көбейтеміз 2, 264 шықты. Енді 884-ті 4-ке бөлеміз. 8-ді 4-ке бөлеміз 2, және 4-ке бөлеміз 2, 4-ті 4-ке бөлеміз 1. 8 2-ке бөлеміз 4, 4-ті 2-ке бөлеміз 2, 2-ні 2-ке бөлеміз 1. 9-ды 3-ке бөлеміз 3, 6-ны 3-ке бөлеміз 2, 3-ті 3-ке бөлеміз 1. 3-ті 3-ке бөлеміз 1, 9-ды 3-ке бөлеміз 3, 6-ны 3-ке бөлеміз 2. Осылай есептің мәнін жазып алсаңыздар болады. Өте оңай есептеу жолын көрсеттім. Каналға тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар.